Сәлеметсіздер ме, құрметті бізді жақын болашаққа жетелейтін ұстаздар мен оқушылар. Бүгін менің аты жөнім Мұқатай Рамазан Иманұлы. Бүгін мен сіздерге қазіргі жастар үшін өте өзекті күнделікті өмірмен тығыз байланысты ғылыми зерттеу жұмысымды таныстырғым келеді. Менің жұмысымның тақырыбы брекет тағатын оқушылардың ауыз қуысы микрофлорасы және дұрыс күтімінің маңызы. Ғылыми зерттеу жұмысының өзектілігі. Соңғы жылдары эстетикалық және медициналық мақсатта брекет жүйесін қолданатын адамдардың саны артты. Брекет ауыз қуысы микрофлорасын өзгертіп, тіс жемісінің қызыл-ет қабынуымен және тіс шөгулерінің пайда болу қаупін күшейтеді. Сондықтан брекет таққан адамдарда ауыз қуысының гигиенасын дұрыс сақтау ерекше маңызды. Ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты брекет жүйесін қолдану кезінде ауыз қуысының жағдайындағы өзгерістерді анықтап, тіс және қызыл-ет денсаулығын сақтау үшін тиімді күтім әдістерін ұсыну. Ауыз қуысының микрофлорасы дегеніміз не? Ауыз қуысының микрофлорасы деген адам аузында тіршілік пайдалы және шартты патогенді микроорганизмдердің жиынтығы. Олар көбінесе тістерде, тілде, қызыл-етте, сілкіде және шырышты қабатта орналасады. Сіз білесіз бе, адам аузында 700-ге жуық түрлі бактериялар бар. Олардың негізгілері стрептококк саливариус, веронелла, фузобактерия, нуклеатум, лактобациллы, актиномицеты. Не үшін брекет таққандағы гигиенаны зерттеуді таңдадым? Брекет тағылған кезде тістер мен қызыл-ет бірден қауіпті аймаққа айналады. Оның үстіне егер дұрыс күтім болмаса, тіс жегісі жасырын түрде дамиды, қызыл-ет ісіні қанай бастайды, ауызда тұрақты нашар иіс пайда болады, тіс эмаліне қайта қалпына келмейтін зақым түседі. Бұл тек сыртқы көрініс емес, адамның болашақтағы тіс денсаулығына үлкен қауіп. Зерттеудің алғашқы бөлімі сауалнама жүргізуден басталды. Бұл сауалнамаға жалпы 123 оқушы қатысты. Негізгі нәтижелеріне келетін болсақ, 74% адамдар брекеттің не екенін біледі, ал көпшілігі оның түрлерін толық ажырата алмайды. Тіс күтімі жеткіліксіз, яғни тек 18% адамдар күніге тістерін 3 рет қана тазалайды. 52% адамдар арнайы ортодонттық щетка қолданбайды. 35% оқушы ортодонтқа уақытылы бармайды. Бұл ең қауіпті көрсеткіш. Брекет тағу тек эстетика емес, ол үлкен жауапкершілік екенін дәлелдейді. Менің зерттеуім осы проблеманы ерте анықтап, оқушыларға дұрыс күтімнің маңызын түсіндіруге. Зерттеудің екінші бөлімі брекет тағатын оқушылардың ауыз қуысы микрофлорасын зерттеу, бактериологиялық зерттеу әдісі. Сынамалар мамандырылған зертханада өңделді. Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің микробиология, вирусология кафедрасының бактериологиялық лабораториясында зерттеу жұмысы жасалынды. Брекет қолданатын 10 оқушы қатысты. Брекет орнатылған 30 оқушыға анкета жүргізіліп, 10 адам таңдалынды. Оның 5-і гигиеналық заттар мен тазартуға арналған құралдарды қолданған, қалған 5-і гигиеналық шараларды сақтауға арналған заттарды қолданбаған. Таңдалынып алынған 10 адамнан ауыз қуысының шырышты қабатынан стерилді құрғақ тампонмен зерттеу материалын алып, қоректі орталарға себу, яғни таза дақылды бөліп алып, өскен микроорганизмдерді есепке алу, нәтижесін қорытындылау. Зерттеу нәтижелері. Бірінші күнгі нәтижелер ЭПА ортасында 972 ұсақ және 9 ірі колония, қанды агарды гемолиз -73, орташа гемолиз +119 орташа колония. Эндо ортасында 80 орташа 320 ұсақ лактоза плюс 1 ірі лактоза минус колония. Сабура ортасында кандида табылды. Зерттеудің екінші күнгі нәтижелері. Жалпы эндо ортасы дегеніміз ол лактоза минус пен лактоза плюстан ажырататын орта болып табылады. Лактоза минус дегеніміз ол қарапайым тілмен айтқанда ол тәтті деп айтып жатады. Лактоза минус ол қаупі жоқ, яғни оны бактерия жиі алады деген сөз. Ал лактоза плюс болса ол қауіптірек, бірақ брекет таққандар үшін ол қалыпты жағдай болып саналады. ЖСА немесе жай сойлы агар. Бұл жалпы бактерияны, яғни орташа болсын, ұсақ болсын, ірі болсын, жалпы бактерияларды есептейтін орта болып табылады. Қанды агар дегеніміз бұл гемолиз плюс және гемолиз минустан анықтайтын орта болып табылады. Гемолиз дегеніміз ол жалпы бактерия қан жасушасын бөліп ала ма деген сұраққа жауап береді.
Қорытынды микроскопиялық зерттеу арқылы біз ауыз қуысының қалыпты микрофлорасын зерттей отырып, оның қосымша гигиена құралдарына тікелей тәуелді екеніне көз жеткіземіз. Мысалы, минералданатын паста, шаюға арналған ерітінділерді, қосымша щеткаларды күнделікті қолданған дұрыс. Себебі ол адан-тогенді инфекцияларды алдын алуға ықпал етеді. Дұрыс гигиенаны сақтамаған оқушыларда шартты патогенді эндо ортасында клепсиялар, сабура ортасында колониялар, ішек тайықшалары, стрептококктар табылды. Ал гигиена дұрыс сақтап қадағалап жүрген оқушыларда қауіптілігі жоғары микроорганизм табылмады. Сол себепті брекет тағатын адамдарға келесі кеңестеріміз бар. Алғашқы кеңес ол тісті кемінде 2 рет жуу керек бір күнде. Әсіресе кешке жуу өте маңызды. Екіншісі, брекет тағушылар ортодонттық щетканы қолдануы тиіс. Және флосс пен суперфлосс тіс араларын тазартуға көмектеседі. Оның үстіне ауызды шаю ерітінділерді, яғни ирригаторды пайдалану керек. Жақсы уақыт. Қорытындылап айтылды, тақпайлардан сұрақ болса. Жоқ, брекетті не үшін? Брекетті егер пайдасын келетін болсақ, ол тісті түзетеді, яғни қисық тістерді түзетеді. Ал зиянына келетін болсақ, оның негізінде зияны жоқ, бірақ адам өзі дұрыс күтінбесе, оның аузында неше түрлі бактериялар көбеюі мүмкін. Жаңа сен эксперимент жасаған кезде тағы брекет таққандардан алдын ғой, себебесін? Тағы брекет таққандардан, жаңа салыстырма түрде брекет таққандардан және тақпағандардан алып, мен оны салыстырдым. Яғни брекет таққандардың адамдардың аузында брекет тақпағандарға қарағанда 2-3 есе бактерия көбейеді. Бірақ ол дұрыс күтім жасағанның өзінде қалыпты жағдай болып саналады. Тақырыпты мен өзім мен басында болғаннан кейін мына тісіме байланысты брекет таққым келді. Және мен оны жетекшіме ұсындым, жетекші мені қолдап, осы 2023 жылдан бастап зерттеу жұмысын жасап келе жатырмыз. Биылғы жасалған қандай жұмыстарыңыз бар? Жаңағы неге осылай стерильді тампон арқылы және жетекшіңізден басқа сол университетте ассемблярда жасадыңыздар ма? Сол жерде көмектескен жетекшілеріңіз бар ма? Әрине, бізге Бауыржан Шәкенова көмектескен болатын. Және Мұқатаева Жазира Сағатбекқызы арқылы кеңес алдық. Қай жерге барып жасауға болады деген секілді. Мамаларыңыз бар? Мамаларыңыз бар? Жоқ, фамилия ұқсас. Жақсы.